Саламатсыздар ма? Біз сіздермен бүгін қазақ тілі сабағында қос сөздермен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы «Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?» Қос сөздер. Сабақтың мақсаты біз сіздермен бүгін қос сөздермен және оның ішіндегі қайталама қос сөздердің жасалу жолдары мен ерекшеліктерін меңгеретін боламыз. Қос сөз дегеніміз не? Қос сөз қосарлану немесе қайталану арқылы бір ұғым ретінде жасалған сөздер. Қос сөздер мағыналық, тұлғалық жағынан әртүрлі жасалу тәсіліне қарай қосарлама және қайталама қос сөз болып екіге бөлінеді. Қос сөздердің жасалу жолдарына қарай бір сөздің қайталану арқылы, екі сөздің қосарлануы арқылы, сөздің алдынан күшейткіш буын қосу арқылы жасалатын жолдар да болады. Бір сөздің қайталану арқылы жасалатын сөздерге мысал ретінде жылы-жылы, күле-күле, гүрс-гүрс сөздерін жатқызсақ болады. Ал екі сөздің қосарлану арқылы келетін тобына ар-ұят, жоғары-төмен, ата-ана сөздерін жатқызамыз. Сөздің алдына күшейткіш буын қосу арқылы жасаған сөздерге қып-қызыл, таптар, түп-түзу деген сияқты сөздермен жалғастырып кете берсек болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың тағы бір бөлімі «Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?» деген сұраққа жауап табу. Ол үшін біз бірінші мамандық деген не екеніне біліп алайық. Мамандық қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол лауазымнан өзгеше түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып үйрену немесе жұмыс тәжірибесін жинақтау барысында алған еңбек машықтарын талап ететін еңбек. Яғни біз мамандықты таңдауда жақсылап ойлануымыз қажет және сол мамандықтың маман иесі болу үшін көп еңбектенуіміз қажет екенін білеміз бұл жерден. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріп алайық. Сенің таңдаған мамандығың қандай? Сен болашақта кім болғың келеді? Болашақта өзіңді қалай елестетесің? Осы сұрақтарға жауап тапқан адам өз мамандығын таңдауда еш қателеспеді деп сенеміз. Кері байланыс ретінде мына тапсырмалардың шешімін тауып көрейік. Бізге қазір жұмбақтар беріледі. Жұмбақтың жауабымен қатар бұл сөздерде қандай қос сөздер келтірілгенін табуымыз керекпіз. Қабат-қабат киінген, төбеден шашы түйілген, жеп көріп ем өзінен, жас шығарды көзімнен. Бұл жұмбақтың ішінен біз қандай қос сөзді көріп тұрмыз? Келесі жаттауымыз. Жерге тырс-тырс тамады, сайға қарай ағады. Шешуін кім табады? Бұл жерде қандай қос сөз келіп тұр? Кері байланысымыздың келесі тапсырмасы мәтінді оқып қос сөздерді табамыз. Осынау мөп-мөлдір болып жататын әдемі көлдің Айнакөл аталуы тегін емес. Оның тап-таза тұнық суы күнге шағылысып айнадай жалтырайды. Түбіндегі алтындай сап-сары құмы мен мап-майда малта тастары ап-анық көрініп жатады. Айнала қоршаған найзадай тіп-тік қамыстар жел лебінен судыр-судыр етеді. Осы мәтіннен қандай қос сөздерді көріп тұрмыз? Үйге тапсырма. Қолма-қол, көзбе-көз, жалт-жұлт, өзінен өзі, қараптан-қарап, жымың-жымың, қараң-қараң, мөлт-мөлт, тарс-тарс қос сөздерін қатыстыра отырып, мен болашақта қандай жұмыс істеймін тақырыбында ой толғау жазу.